Сәлеметсіңдер ме, балалар? Ана тілі сабағы 1 сынып 27 сабақ. 27 сабақ бізде тасымал. 1 жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқы, жаттап ал дейді. Ал балалар, өлеңді оқиық. Тақырыбы бота дейді. Айналайын ботам, қандай күлте жотаң, табандарың жалпақ, теріп жейсің жантақ. Иіліп тұр мойның, қанбайды екен ойының, тостағандай көзің, әдемісің өзің. Абдрахман Асылбек. Ал балалар, өлең сендерге ұнады ма? Түйенің қандай пайдасы бар дейді балалар. Бізге түйе несімен пайдалы балалар? Ол өзінің сүтімен, оның үстінен шұбат жасайды. Ол біздің ағзамызға өте пайдалы. Түйенің терісінен түрлі нәрселер жасайды. Соның ішінде көрпелер жасайды, балалар. Ол бізге өте жылы болады. Бізге түйенің пайдасы өте көп. Бота, табан сөздері қалай тасымалданады дейді балалар. Балалар, ең бірінші тасымалдауды үйренбес бұрын балалар буынды білуіміз керек. Балалар, буын дегеніміз, егер сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болады деген сөз. Яғни қараймыз балалар, бота деген сөзде 2 дауысты дыбыс бар. Яғни бұда 2 буын бар. Және тасымалданады бұлар қалай? Бота деп тасымалданады. Табан деген сөзде ода да 2 дауысты дыбыс бар. Және 2 буын бар, және табан деп тасымалданады. Балалар? Жарайсыңдар. Екінші жаттығу. Сөйлемдерді көшіріп жаз дейді. Түйе 4 түліктің бірі. Ол шөлге төзімді. Тасымалдауға болмайтын сөздерді тап. Ал балалар, бұл сөйлемдерді дәптерімізге әдемілеп көшіріп жазамыз, көркем етіп жазамыз. Және бұда тасымалдауға болмайтын сөздерді табайықшы балалар. Яғни бұл жерде 4 деген сөз бізде тасымалданбайды. Және ол деген сөз тасымалданбайды. Не себепті екен балалар? Өздерің ойланып көріңдер. Немесе бұл сөздер бір ғана буыннан тұрады. Сол себепті тасымалданбайды, балалар. Келесі, бір буынды және алғашқы буыны бір дыбыстан тұратын 2 буынды сөздерді тасымалдауға болмайды. Әне балалар, от, сүт, шаш, ақын, орақ, іні. Көрдіңдер ме балалар? Бір ғана буыннан, яғни бір ғана дауыстысы бар сөздерді тасымалдай алмаймыз. Жаңа 4 деген сөзде де бір ғана дауысты дыбыс бар. Сол себепті оны тасымалдай алмаймыз. Және мына жерде ақын дегенді көрдіңдер ме балалар? Алғашқы буыны бір-ақ дыбыстан тұратын сөздер көп қой біздің қазақ тілімізде, Олардың бір әрпін тастап, екінші жағына тасымалдап жаза алмайды екен біз. Ол қате болады. Түсінікті ме балалар? Келесі 3-ші жаттығу. Сөздерді оқып, бұл сөздерді тасымалдауға бола ма дейді. Ата бола ма тасымалдауға балалар? Ата 2 буыннан тұрады, бірақ алғашқы буыны бір ғана әріптен тұрады. Сол себептен тасымалдауға болмайды. Ақын, іні, ауа, жент, әже, өрік, от, сүт. Бұлардың ешқайсысы тасымалдауға болмайды, балалар? Жаңағы ережені есімізге түсіріп, не себеп тасымалдауға болмайтынын өзіміз анықтаймыз, балалар. Бүгінгі сабақ тасымал тақырыбында болды. Балалар, сендерге түсінікті болды ма? Сабақ ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңдар.